Баршаға ассаламу алейкум. Сабағымызды давам етіреміз. Яғни, өткен сабақта сіздермен танысып шықтық өзіміздің let өзгерушімізбенен. Өзгерушінің не зат өзі? Өзгеруші бұл қандайдыр коробка екендігін көрдік. Мағлұмат түрлерімен көріп шықтық. Яғни, мағлұмат түрлері өзі не? Мағлұмат түрлері, яғни JavaScript'ің өзі қандайдыр string, number, boolean соған мағлұмат түрлерімен істеседі. Солардан осы үшеуін көріп шықтық сіздермен. Бұлар хақында қазір азындай түсіндіріп беремін и давам ете береміз. Плюс бұл жерде консольға мағлұматларын шығарып қойыппын. Әммесі әжайып, әммесі good. Енді сізде сұрау пайда болуы мүмкін. Бұл нәрсе маған не үшін керек өзі? Мысалы үшін Ықылас Аралбаев дегенді мен қолданам жазып бере алмадым. Либо ол жерге қиямет стильдермен жазып бере алмадым деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ қазірше ол нәрсені шетке ысырып тұрмын. Қазірше сәл скучно болуы мүмкін. Астан-астан білімдеріміз артып барған сайын имканиятларымыз да артып бастайды. İmkaniyatlarımız артқаннан кейін сәл қызықлау нәрселерді істеуіміз мүмкін болады. Соның үшін еш уайымламай сабақтарымызды көруді давам етемін. Енді let дедік. Мысалы үшін let дегеннен кейін бұл бізге контейнер, яғни өзгеруші жаратып беретұғындығын білдік. Енді let'тен басқа бізде өзгеруші жарататұғын кілт сөзіміз бар. Бұл var. Яғни variable var дегені өзі атияға айтып тұрды. Variable. Variable. Меніңше осындай жазылады, бірақ анығын білмедім. Құлас, өзгерушімізді жарататын нәрсе variable кілт сөзі. Бұлам тап сондай. Мысалы үшін person деймін, тең болады Johnға. И console.log сосын person деймін. John кеп түседі. Ешқандай парқы жоқ, ешқандай айырмашылығын сезбейсіз. Бірақ бір жерінде айырмашылығы бар. Яғни бұл уже қазіргі күнде var'дан емес, let'тен көбірек пайдаланамыз. ES6 синтаксінің жоғарысында. Не үшін екендігін кейінгі видеода сәл үйреніп алғаннан кейін айтып кетемін. Просто қазірше миыңыздың бір шетіне сақлап қойың. Variable деген кілт сөзімізден бар, что өзгеруші жарату үшін. Болды, сол нәрсені біліп қойсаңыз болды. Қазіргі өтетін нәрсеміз variable емес, бұны өшіріп қойман. Қазіргі өтетін нәрсеміз бұл const, яғни константа. Атияға айтып константа. Констант. Конст дегені бұл өзгеруш, өзгермес. Мысалы үшін бұны жазбай тұрамын. Жоғарыда name бар, name Ықылас Аралбаев сұлу отырды. Енді төменге түсіп тұрып, name деймін, тең деймін, мысалы үшін Базарбай. Вот, бұяқта қараң, коробканы жараттым, оның ішіне прям Ықылас Аралбаев деген атты сап қойдым. Өзгерушіні. Төменге түсіп тұрып, бұл коробканың ішіндегі зат тап тастап, өзінің орнына өзімнің Базарбай деген жорамның атын сап қойдым, мысалы үшін. Консолға қарайтын болсақ, ол жерде консолда Базарбай шығып тұрды. Не үшін? Себебі өзінің аты менен бұл нәрсе let деген емес, бұл өзгеруші переменный. Бізде оны төменде бірнеше рет өзгертуіміз мүмкін. Мысалы үшін name дедік, Базарбай дедік. Оның астынан тағы түсіп тұрып, мысалы үшін name деп тұрып. Мысалы үшін қандай атлар бар? Тимур дейміз мүмкін. Тимур или Тимур. Тимур меніңше. Қарайтын болсақ, Тимур кеп шығады. Яғни код, машина кодымызды жоғарыдан баса төменге қарай оқып бастайды. Name'ді бірінші жаратады, card'ды, number'ды, исмерді жаратады. Name'ді Базарбайға өзгертеді, name'ді Тимурға өзгертеді, консолға шығарады. Енді өзіңіз сезгеніңізде, өзіңіз білгеніңізде, name ақырғы рет қандай өзгерген болса, консолға тапсын нәрсе шығады. Бұл нәрсе бізде деп аталады өзгерушілер. Өзгерушілерді бізде қандай кілт сөздермен жарататын едік? Өзіміздің let и variable. Уже бұл нәрсе түсінікті. Енді бұны өшіп тұрамын. Бұл түсінікті, яғни өзгереткен. Төменге түсіп өзгерте алады екенбіз. Енді константа деген бар. Константа, мысалы үшін person деймін, тең болады, мысалы үшін айдос кеткен. Енді исмереттің орнына, мысалы үшін person'ды консолға шығарамын. Мына екеуі бізде керек емес пока.
айдоо шықты, иә. Енді төменге түсіп тұрып, мысалы үшін person деймін, тең болады. Мысалы үшін айберген дейік. Ол қарайтын болсақ, type error, tip error. Assignment to constant variable деп атырыпты. Яғни, константа болған өзгерушіні сен өзгерте жақсаң деп атырыпты. Енді variable деп атала береді, бұл нәрсе өзгеруші деп. Бұны бәрібір өзінің аты константа болғанлығы үшін, бұны біздер өзгерте алмаймыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни, константа менен коробка жарататын болсақ, константа мен перемене жарататын болсақ, бізде оның малуматын төменде өзгерте алмаймыз. Ал let мен жарататын болсақ, әрқайын өзгертуіміз мүмкін. Даже бар ғой, даже мінекей. Name деп тұрып, string форматта тұрған өзгерушіні, сосын booleanға өзгертуіміз мүмкін, false деп. 11 деп number data типіне өзгертіп қоюымыз мүмкін, ешқандай бізге error қайтармайды. Енді екеуінің қайсынан көбірек пайдаланамыз деген сұрауды бермейін. Неге десе, екеуінің өзінің орны бар. Папаң жақсы көресің бе, мамаң жақсы көресің бе деген деп кетеді нәрсе. Ойнамайтын. Хоп, енді number data типіне кіте тоқталайық, иә. Енді бұл нәрсе түсінікті болды деп ойлаймын. Let и константа. Өзгерушілер, өзгермес. Бұл константамен жаратылады. Бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Енді, мысал үшін, константа әмесінде қойып тұрамын. Төменге түсіп, неке. Let деймен, мысал үшін, x тең 10. Let y тең 27. Енді мысал үшін консольға x шығарсам 10 шығады, y шығарсам 27 шығады. Оны білеміз енді. Енді мен екеуін x плюс y деп екеуін қосып шығару мүмкін. Вот қарап атқан болсақ, біздеге екі number data типін қосып есаплап берді. Яғни 10-ға 27-ні қоссаң 37 болады екен. Неке. Егер осы жерге көбейту қоятын болсақ, вот, көбейтіп береді. Егер бөлу қоятын болсақ, бізге бөліп береді. Неке. Полный енді ақы көрек тиын-тиынына шейін есаплап береді. Неке. Бөлу, мысал үшін көбейту, қосу, алу қоямыз мүмкін, неке, минустан шығады. Соңғысып, математический операторлардан пайдалануымыз мүмкін. Алу, қосу, көбейту, бөлу. Енді олар туралы кейінірек толық видео шығарамын. Қазір тек қана JavaScript-тің ішіне кіріп алуымыз керек. JavaScript синтаксисіне қолымызды үйретуіміз керек болады. Енді, мысал үшін ойлап қараң. Бұл number data типі, екеуі number data типі. Мен екеуінің біреуін 27-ні string data типіне өзгертемін. Өзіңіз білесіз, екі қаптағында апостроф емесі қостырнақ болатын болса, бұл нәрсе сыра string data типіне өтіп кетеді. Енді мысал үшін мен x һәм y-ті қосамын. Енді бұйда ітібар беретін жеріміз x number data типінде отырыпты. Y 27 емес. String data типінде отырыпты. Бізде екеуін қосатын болсақ, 10, 27 деген string кеп шығады. Яғни зіт болды. Тек қана 10-ды алды да, қасына 27-ні тарс еттіріп қойды. Екеуінен бір string кеп шықты болған. Ешқандай есаплау бағасын қатырып отырған жоқ. Көрдіңіз бе? Бұл дегені string data типіне number data типін қосатын болсақ, string data тип кеп шығады. Енді бұл нәрсенің решениесі бар. Мысалы үшін бэкэндтен қандайдыр жақтан бізге string data типінде ішінде номер келіп тұрды. 27, 137 дегендей. Вот сол нәрсенің алдына егерде тақап тұрып плюс қоятын болсақ, қарап отқан болсақ, іләж әтібай беріп отқан болсаңыз, бұл жерде пробел бар, неке. Егер y-дің алдына тақап тұрып, ешқандай пробелсіз плюс қоятын болсам, неке. Ол y бірінші болып дата типі өзгереді. Дата типі, яғни алдына плюс қойғанымыз үшін, бұл JavaScript-тің синтаксисі, бұл неге үшін ондай отырыпты деген нәрсе керек емес. Y-ті number data типіне өткеріп алдық, һәм x-ті оған қосып қойдық. Вот, сол арқалы бізде көбейтуге қолымыз мүмкін, неке, бөлуге жазып қойымыз мүмкін болады. Енді логикасы сәл көбірек адамдарға уже қызық болып жатқан шығар. Біздер x data тип, яғни number data типінен string data типін алатын болсақ не болады? Ол жағдайда неке? Number data типі кеп шығады. Яғни y-тегі
y деген өзіміздің стринг ғой, стрингді numberге айландырып жібереді и екеуін кәдімгідей вес алпай береді. JavaScript'ің ең қызық жері сол, яғни бізде егерде string менен number менен істеткен уақытында екі түрлі дата тип. Мысалы үшін, егерде плюс операторын істететін болсақ, қосу операторын, тек қана плюс операторында ғана жаңағыдай бір-бірінің қасына тас еттіріп, бір-бірінің қасына деп қояды болған. Басқа еш нәрсе істеп бермейді. Ал қалған әмме операторлар, көбейту болсын, алу, бөлу, қалған әммесінде не қылады? Екеуінің number дата типінен өзгеріп тұрып, өзінің есептеу әммерін іске түсіреді. Бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Енді стрингке стрингді қосу. Кейін сол нәрсені көп шығайық. Мысалы үшін let деймін word1. Ассалаумалейк. Let дейміз word2. Алейкум. Яғни бір гәп болу керек болған екі сөз, екі өзгерушіде тұрды. Яғни екі қарапкеде тұрды. Енді бізде оны жаңа өзіңіз сезгеніңіздей word1 плюс word2 деп не қылмыз мүмкін? Шығарамыз мүмкін. Енді бұл жерде проблемасы бар. Ассалаумалейкум болып кетті. Ассалаумалейкум болу керек бізде. Соның үшін керек болады word-аға. Өшіп тұрамын. Word1-нан кейін плюс қыламын және string. Әм stringнің ішінде просто пустой бір пробел болады бұған. Енді stringні сыртқа шығамын да, оған және қосамын өзімнің word2. Атыва берген болсыз, word-адан зет қосылды, string қосылды. Әм нерге кеп түсті ол нәрсе. Көрдік қой? Егерде мен ойергем, мысалы үшін достар деп қосып қоятын болсам, ассалаумалейкум достар, алейкум болып кетеді. Яғни айта жағым стрингілерді әрқайын бір-біріне осындай қосуымыз мүмкін болады. Енді сіздер ойлануыңыз мүмкін, бұл сәл қиынлау жол ғой, бізге басқа жол жоқ па деп. Бізде зор жол бар, яғни бұл ES6, яғни ECMAScript'ің 6-шы версиясындағы синтаксис бойынша шыққан. Егерде осы версиялар теоретически тарифлеу білім керек болатын болса, ол туралы видео шығару мүмкін. Әзір тек қана JavaScript'ің практика жағын үйрене алуымыз керек болады. Яғни және бір ұсылы бар. console.log деймін. Енді escape деген кнопка білесіз ғой, шеп қапталда ең жоғарында escape. Жапақ тілмен SK. Сол escape'тің астында мынандай бэктик бар. Енді мына нәрсе бэктик деп аталады. Тап астында кнопка тұрды. Одан екеуін әкеп аласыз да, мысалы үшін. Ассалаумалейкум деп жазамын. Уже жазатын болсақ, төменге ассалаумалейкум кеп шығады. Яғни бұл не дегені? Бұл бағана айтқандай, мысалы үшін нерге қостан ақша қойсам, мынандай апостроф қойсам, стринг кеп түсе береді ғой. Тап соған ұқсап, бұл жерде стринг кеп түседі бізге. И бұның ең зор қолайлығы бізге зат екен. Мысалы үшін ең зор қолайлығы. Андай плюс, тең, ортаға пробел, простойды отырмаймыз да. Полный ашып кетеміз, һәм алдына доллар белгісін қойып, һәм мынандай өзіміздің curly brace, яғни фигурный скобка қойып тұрып, ішіне сырттағы өзгерушіні алып көруіміз мүмкін болады. Word1 дейтін болсақ неке. Ассалаума кеп түсті. Енді, значит, қараң, доллардың белгісін қоямыз. Осы жерге жақсап әті бар бұл. Доллардың белгісін қойғанда ешқандай пробел қоюымыз мүмкін емес. Яғни бұл тәсір етпей қалады. Қарайтын болсақ, доллардың белгісі word1 болып қалды. String болып кетті. Соның үшін доллардың белгісін жазғаннан кейін сразу өзіміздің curly brace, яғни фигурная скобкамызды қоюымыз керек болады. Яғни оның ішіне сырттан бар болған өзгерушіні әкеп қоямыз. Һәм бір сөз, біз бір өзгерушіні әкеп қойғаннан кейін одан шығып кетуіміз керек болады, һәм және сондай доллардың белгісіменен word2-ды әкеп аламыз. Енді ортадағы пробелге ешқандай плюс істеткенім жоқ, ешқандай апострофлар қоюым шарт болған жоқ маған. И қарайтын болсақ, ассалаумалейкум деп шықты. Енді мен оң ізден тіркеп кете беремін. Ассалаумалейкум достар. JavaScript сабақымызға қош келіпсіз.
деуіміз мүмкін. Ассалаумағалейкум достар, JavaScript сабақтарымызға қош келіпсіз. Енді стрингілермен эслесу сондай болады. Енді bio деген нәрсе бізде аталады интерполация. Вот. Интерполация. Енді өзіміздің бектик арқалы мағлұматты, саттағы өзгеруші болған мағлұматты өзімізге string формат, string дата типінің ішіне алып кіріп. Сосын naming. Интерполация деп аталатын нәрсе. Хоп, қазіргі сабағымыздан сонымен жұмақланады. Кейінгі сабақтарда осы бойынша бір мощный практика істейміз.